26 түн. Ей, ұлы бақытты патшам, бүкір бүктетілген бойымен өліп те кетті. Тігінші қастан өлтіргендей болған соң қорқайын деді. Оған қатыны, несіне сасасың, ақынның түбі тисе басыңа, жаман іске жуыма, кіріп кетсең ішіне, кіріс белді буына дегені қайда? Енді не істеу керек деді сасып тұрған тігінші. Мына бір көрпешеге ора да артыма ер, есебін мен табайын деді қатыны. Бүкірді бір көрпешеге орап, бала сияқты көтеріп алды. Қатыны алдына түсіп жүре берді. Тігінші, қайда барасың деген кісіге? Мына бір баласы құрғыр ауырып қалған, соны тәуіпке апарамын деді қатын. Қалада белгілі еврей тәуіп болатын. Қатын соған әкелді. Келіп тәуіптің есігін қақты. Оның алдында қызмет істейтін қызы шығып, кісілерге жолықты. Қатын қолына ұстап тұрған жарты ділдәні қыздың қолына ұстатып, тәуіпке беріңіз, мына баламыз ауырып, емдеткелі келіп едік, шығып баламызды көрсін деді. Жарты ділдәні көрген тәуіп жүгіріп далаға шығып келе жатқанда, есіктің сыртына бүкірді сүйей салды қатын. Асығып есік ашқан тәуіп бүкірді екпінімен ұшырып жіберді. Қапы қалған кісі болып қатын, «Қарашығым, жалғыз баламай, ілекер жаның шынымен ұшпақшы болдау» деп шыр ете қалды. Сасқалақтаған тәуіп көрпешеге қолын тығып жіберіп, ораған дененің жүрегін ұстады. Жаны жоқ, суынып қалыпты. Үрейленген тәуіпке қарап қатын, «Тәуіп әке-ай, қастығымыз жоқ кісі едік. Баланың науқасы дендеп кеткен соң көрсеткелі келіп едік. Сіз де байқамай өліміне ортақ бола қалдыңыз. Біз Құдайдың қазасы деп қоя салар едік-ау. Егер мұсылмандар ертең біле қалса, сынықты сылтау қылып, мұсылманның баласын кәпір өлтірді, әдейі кәпірлігі ұстап өлтірді деп, сізге сойқанды салады ғой. Біз сізге қастық ойламайық. Осы өлікті есебін тауып, өзің жоғалта ғой деді. Сасып қалған тәуіп, «Я Харон мен Юшық бейне Нун, жар бола көр» деп, ол пайғамбарларын аузына алды. Тігінші баланың мүрдесіне қош айтқандай болып, көздерінің жалған жастарын сүртіп шығып кетті. «Сіз тұрыңыз, тәуіп, көтер мына өлген баланы» деді тәуіптің қатыны, бәледен ертерек құтылуға асығып. Қайда апарамыз деді тәуіп. «Не қайдасын сұрайсың? Мына үйдің төбесіне шығарайық. Жанымыздағы қорада мұсылман көршіміз бар. Ол сұлтан асханасының азық түлігінің бағушысы. Сарайында ет, май тұрады. Соның жанына апарып сүйей салалық. Етке келген ет мысықтар жеп кетсін» деді. Бұл ақыл тәуіптің де көңіліне қонды. Қатынымен бірлесіп, өлікті көтеріп үйдің төбесіне шықты. Арқанмен салбыратып, ет тұрған сарайдың жанына сүйеп қойды да, үйіне келіп, түк көрмегендей болып жата қалысты. Тігінші қатынымен үйіне қайтты. Күлкі үшін жаратылған бүкірдің өлігі онымен аяқталмады. Ет қойған сарайдың жанында тұрып, тағы да жаңа уақиға кездесті. Бір кезде ет күзетшісі үйінен шықты да, панарын жарқыратып сарайын аралады. Сарайға жабысып тұрған адамды көріп, панарын өшіре қойды. Аяғын ептеп басып, тұрған кісіге жақындады. «Әй, иттің ғана баласы» деді ол ішінен. «Мен толып жатқан май мен етімді жоғалтып, ит пен мысықтан көріп жүрсем, бәрін ұрлап жүрген осы екен. Бұйырса қолға түскен жерім осы болды. Тұрған жеріңде жалпайтайын» деді де, қолына ұстап келе жатқан баланың басындай таспен былш еткізіп берді. Ашу араласқан күшпен жіберген тас сарт ете қалғанда, сүйеп тұрған бүкірдің өлігі қалпақтай ұшты. Күзетші ентелеп жетіп келсе, жаны әлде қашан желге мініп, желіп кетіп қалыпты. «Әттеген-ай» деді ол. «Ашу дұшпан деген осы екен ғой. Мұны әкесінің басындай таспен ұрмай-ақ неге ұстап алмадым? Неғып жүрген адам екенін білмей, өлтіріп алғанымды қараш. Баяғыдан берлі ұрлап жүрген еті бойына құт. Оның үстіне мені өлімтігіне жауапты етіп кетті-ау бұл ит» деп өкініп, көп ойлап отырды да, «Қой, құрысын кәпір. Өз басым аман қалатын жағын қарастырайын» деді. Өлікті иығына салып алып, адам сирек жүретін көшенің қара көлеңке жеріне әкелді де, серейтіп сүйей салды. Ол қалада мұсылман еврейден басқа Насрани деген елде болатын. Соның бірі патшаның көршісі еді. Арақ шараптан аузы босамайтын біреу еді. Сілейі ішіп алды да, моншаға түскелі үйінен шықты. Монша жолы өлікті сүйеп кеткен көшемен жүретін. Қара көлеңкелеу жерде шап бергелі тұрған кісіге көзі түсті. «Мыршап» деп даусын зор етіп бір шығарды да, «Қара мынаны» деді ол, состиып тұра қалып. Базарға келген қыстақ кісілерінің бөркін алып қашып, жаман үйренген көшенің қу балаларын қараш.
Енді маған да соны істегелі тұрсың ғой, деп бара бас салды. Томардай май басқан божбала қолын шықшытына салдай кеп, өзі мас кісі өлі тірісін де байқамайды. Бір кезде қараса, өлі тышқанмен ойнаған мысықтай денесі суынған бірдемені мыжып жатыр. Ойпырмай, маған не болған, деді ол, төсінің томпайып шыққан сүйегін сипап. Қолы құрғыр, шошқаның ұры баласына бата тиіп, төс сүйегін бүктеп-ақ жібергені ме? Бұл құрғыр тірі тұрғанда ғана тиындық құны жоқ. Өліп қалса патша, сұлтанның барып тұрған ардақты сау әлі бұл. Жазықсыз неге өлтірдің? Мен патша болып тұрғанда шыбынның қанатын, құмыртқаның аяғын жан сындырып көрген бе? Бұл адамның өлгені менің әділетіме кір келтіреді. Мүсәпірге жәбір бергені үшін өлтірем деп, барымды сыпырып алмай тынар ма бұл бетпақтар? Олардың мұндай жерде қанды құйып балшық илегендері есінен шығып кетеді, деп селтиіп түрегелгенінде көшені аралап жүрген мыршап, патшаның көше күзетшісі, жетіп келді. Бір мұсылман баласын өлтіріп тұрған Насраниді ұстады. Құдайдың бірлігін білмейтін кәпір, неге өлтіресің бұл мұсылманды? Ұры, нанбасаңыз қараңыз, көшені құртқан ұры балалардың бірі, деп дәлелдей бастады Насрани. Мұсылман ұрлық қылама, жауыз, жүр әкімге, деп айдап ала жөнелді. Ей, кәпір, мұның не? Бір мұсылманды шейіт қылғаның, деді бір әкім. Рақымды Қазайыр. Қазайыр сол қаладағы әкімдердің құрметті аты. Менің де аяғымды қырсық шалғалы көп уақыт болған кісі едім. Мынау да бір сорлы екен. Алғаш барып бір жұдырық ұрғанымда құшып түсті. Үстіне міне түсіп, алқымына бір-екі қол батырдым. Болғаны сол-ақ, өліп қалыпты. Бұл қате, әрине, менде тақсыр. Кешіріңіз. Әкімде рақым етерлік рай болмады. Сол түні өлік пен Насраниді үйіне қамап шығып, ертемен базар ортасына дарды орнатып, мұсылманды жазықсыз өлтіргендігі үшін өлім жазасына бұйырылсын, мал мүлкі қазынаға түссін, деп бұйрық етті. Насрани ағаштың түбіне әкелініп, сабалақтап өрілген жуан арқан бір жиған майлы мойнына ілінді. Ал тарт деген бұйрық та берілді. Қанғалақтап, базарды аралап жүрген сұлтанның ет күзетшісі дардың түбіне келді. Бұл не, деді, қанға үймелеген шыбындай құжынаған елге. Мына бір мұсылманды өлтірген Насраниді дарға асқалы жатыр. Ойбай-ау, оны мен өлтіріп едім ғой. Бұл сорлыны неге күйдіреді оған? Сен қалай өлтірдің, деді жалаңдаған жендеттің бірі. Түнде етті ұрлайын деп сарайға жабысып тұрған жерінде таспен бір салдым. Сол жерде сілейіп қалған. Ендеше Құдай берді, осыны сылтау қылып, етті құртқан осының өзін өлтір. Босат Насраниді, деді әкім. Арқан майлы мойнынан босап, ақта өгіздің мойнындай қылқиған арық күзетшінің жіңішке мойнына түсті. Арқанды енді тартқалы тұрғанда тәуіп келді. Нақақ өлейін деп тұрған күзетшіні көріп, жендеттер, осыны өлтірген мен едім. Нақақ біреуді өлтіргеннен маған келетін қандай пайда бар? Адамдық шындықта ғой, шынды айту керек. Бұл бір ауырып маған көрінгелі келген байғұс ет. Есігіме сүйеніп отырғанын білмей, есікті ашып қалғанымда ет бетінен құлап жанын берген. Бәсе, солай болу керек, деді әкім. Бұл еврей мұсылманға қанығас, кәпірлігі ұстап қағып өлтірген екен. Енді осының өзін өлтірген жақсы. Сал арқанды, деді ашулы дауыспен. Арқанды мойнына сала бергенде тігінші келіп арқанға жармаса түсті. Өлтірген кісіні өлтірсең, мінекей, мені өлтір. Мұны балық беріп, қақалтып өлтірген мен, босат жазықсыз кісілерді, деді. Кісіден кісіге ауысып түсіп тұрған арқан соңғы кісіге де бөгелмеді. Тігіншінің мойнына түсіп, өлімге сол лайықты болды. Ол бүкір патшаның алдында күлдіріп, түрлі күлдіргі ойын көрсететін масқарапазы еді. Бір мәжілісте арақты көп ішіп, мас болып, базарға шығып кетіпті. Сонан қайтып патшаға көрінбей кетіп, тегін күлкісін тоқтатқалы біраз уақыт болған. Іздеп жүрген кісілері базарға келіп, өліп қалған күлдіргішті тапты. Барлық жай жапсарын сұрап, жазықтылар мен өлікті патшаның алдына келді. Өлім тұзағының ақыры келіп түскен тігіншіге патша арыстандай ақырып, қаһарын шашты. Оған басқа өлтірдім деуші үшеуі реніш кейпін көрсетіп, тақсыр, өлтірген біз ғой, бұған неге қаһарыңызды айрықша төгесіз, десті. Патша не қыларын білмей айран асыр болды. Тақсыр, осы құныстың әңгімесіндей уақиға болып көрді ме екен, деді отырған орда кісілерінің бірі. Патша кім білет дегендей жан жағына қарады.
Бір кезде болған әлдене уақиға келіп ойына түскендей Насрани тамағын кенеп: «Тақсыр, құлақ салсаңыз, бір әңгіме айтайын. Ол бұл уақиғадан да қызық». «Сөйле, тыңдап көрейін», деді патша.